Сәлеметсіңдер ме балалар? 2-ші сыныптың математика пәні 84-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы өрнектердегі амалдардың орындалу реті. Бүгінгі сабақта сендер өрнектердегі амалдардың орындалу ретін анықтауды үйренетін боласыңдар. Бірінші тапсырма. Өрнектердегі амалдардың орындалу ретіне қара. Жақшасыз өрнектерде жазылу ретіне қарай алдымен көбейту мен бөлу амалдары, содан кейін қосу мен азайту амалдары орындалады. Үлгіге назар аударамыз. Бұл жерде жақшасыз өрнек берілген. Бірінші 17 мен 8-дің қосындысы орындалады, тең болады 25, 25-тен 10-ны азайтамыз. Сонда 15 шығады. Келесі жақшалы өрнек берілген. Бірінші жақшаның іші орындалады. 90-нан 20-ны азайтамыз. 70 шығады. 80 мен 70-тің айырмасы 10-ға тең. Келесі жақшалы өрнек. Бірінші жақшаның іші орындалады, одан кейін сыртындағы көбейту амалы орындалады. Жақшаның ішіндегі 70 пен 20-ның айырмасынан 50 шығады. 50-ді 2-ге көбейтіндісі 100. Келесі жақшасыз өрнек берілген екен. Бірінші амал бөлу. 45 пен 5-тің бөліндісі 9. 9-ды 4-ге көбейткенде шығады 36. Келесі амалымыз жақшалы өрнек. Бірінші жақшаның іші орындалады. 6 мен 3-тің бөліндісі 2. Шыққан санды жақшаның сыртындағы 4 пен 2-ның бөліндісі шығады 2. Келесі амалымыз жақшасыз өрнек берілген. Бізде бірінші амал бөлу амалы. 6 мен 2-ның бөліндісі 3. 3-ке 51-ді қосамыз. 54 шығады. Келесі амалымыз жақшасыз өрнек. Бірінші көбейту амалы орындалады. 6 мен 4-тің көбейтіндісі 24. 24 пен 8-дің бөліндісі 3. Келесі амалымыз жақшасыз өрнек. Көбейту амалы бірінші орындалады. 2 мен 2-ні көбейткенде 4. 4 пен 4-тің көбейтіндісі 16. Келесі жақшасыз өрнек. Бірінші бөлу амалы орындалады. 15 пен 3-тің бөліндісі 5. 15 пен 5-ті қосқанда тең болады 20-ға тең. Екінші тапсырма. Зерттеу. Амалдардың орындалу ретін анықта, өрнектердің мәнін тап. Бұл жерде бізде жақшасыз өрнек берілген. Бірінші амалымыз бөлу амалы. 18 бен 6-ның бөліндісі 3-ке тең. 10-нан 3-ті азайтқанда 7 шығады. Келесі амалымыз жақшасыз өрнек. Бірінші бөлу амалы орындалады. 8 бен 4-тің бөліндісі 2-ге тең. 2 мен 2-ның қосындысы 4-ке тең. Келесі жақшалы өрнек. Бірінші амал жақшаның іші. 26 мен 19-дың азайтындысы 7-ге тең. 21 мен 7-ның бөліндісі 3-ке тең. Келесі жақшасыз өрнек берілген. Бұл жерде көбейту амалы алдымен орындалады. 5 пен 4-тің көбейтіндісі 20. 25 пен 20-ның азайтындысы 5. Үшінші тапсырма. Амалдарды орында. Бұл жерде бірінші жақшасыз өрнек берілген. 400 бен 100-дің айырмасы 300. 300-ге 200-ді қосамыз. Тең болады 500. Келесі жақшалы өрнек берілген. 800 бен 100-дің қосындысы 900. 900 бен 600-дің айырмасы 300. Келесі жақшалы өрнек. Бірінші жақшаның іші орындалады. 18 бен 6-ның бөліндісі 3. 6 мен 3-ті бөліндісі 2-ке тең. Келесі жақшасыз өрнек берілген. Бірінші амалымыз бөлу амалы. 27 мен 3-тің бөліндісі 9. 9-ды 3-ке көбейткенде шығады 27. Келесі жақшасыз өрнек.
Бұл жерде 9 бен 2-нің көбейтіндісі 18, 18 бен 3-тің бөліндісі 6-ға тең. Келесі жақшасыз өрнек берілген 4 бен 5-тің көбейтіндісі 20-ға тең, 20-ның 5-ке бөліндісі 4-ке тең. Төртінші тапсырма. Теңдіктер тура болатындай етіп, жақшалар қой. Бірінші жақшаны біз 10 мен 2-нің айырмасына жақша қоямыз. 10 мен 2-нің айырмасы 8, 8-дің 2-ке бөліндісі 4. Келесі екінші амалда бұл жерде жақша қоймай-ақ қойсақ та болады. Себебі бірінші амал бөлу амалы орындалады. 10 мен 5-тің бөліндісі 2, 25 пен 2-нің қосындысы 27. Келесі амалда қосуға жақшаны қоямыз. 3 пен 3-тің қосындысы 6, 12 мен 6-ның бөліндісі 2. Бесінші тапсырма. Қабырғалардың ұзындығы 6 см және 3 см болатын тіктөртбұрыш сыз. Алтыншы тапсырма. Өрнектерді салыстыр. 40 пен 5-тің бөліндісі 8. 32 мен 4-тің бөліндісі 8. Бұл жерде тең. Келесі 30 бен 16-ның айырмасы 19, 7 мен 5-тің көбейтіндісі 35. Бізде 19 кем 35-тен. Келесі 28 бен 4-тің бөліндісі 7, 73 пен 68-дің айырмасы 5. 7 артық 5-тен. 24 пен 4-тің бөліндісі 6, 30 бен 5-тің бөліндісі 6. 2 жағы да тең. Жетінші тапсырма. Есепті шығар. Дәріханада күніне 4 құтыдан дәрумендер сатылды. 3 күнде барлығы неше құты дәрумен сатылды? Бұл жерде шартын күніне 4 құты сатылды. 3 күн барлығы неше дәрумен? Шешуі 4 пен 3-тің көбейтіндісі 12. Жауабы 3 күнде барлығы 12 құты дәрумен сатылған. Сегізінші тапсырма. Амалдардың орындалу ретін анықта, өрнектердің мәнін тап. 5 пен 3-тің көбейтіндісі 15, 15 пен 3-тің бөліндісі 5. Келесі 27 мен 3-тің бөліндісі 9, 9 мен 4-тің көбейтіндісі 36. Келесі 8 мен 4-тің қосындысы 12, 12 мен 3-тің бөліндісі 4. 56 мен 52-нің азайтындысы 4, 36 мен 4-тің бөліндісі 9. Ойлан, тап. 9-шы тапсырма. Суретке қара. Кәмпиттердің бағасын анықта. Кәмпиттердің құнын табу үшін алдымен қызыл кәмпиттерге назар аударайық. Бізде 2 қызыл кәмпит 60 теңге делініп тұр. Сондықтан бір қызыл кәмпиттің бағасын табу үшін 60-ты бөлеміз 2-ге. Тең болады 30 теңге. Қызыл кәмпиттің құны 30 теңге. Қызыл кәмпит пен көк кәмпиттің құны 70 теңге делініп тұр. Сондықтан 70-тен 30 теңгені азайтамыз. 40 теңге көк кәмпиттің құны. Келесі бізде күлгін кәмпиттің құнын табу үшін жаңағы көк кәмпит 40 теңге, күлгін кәмпит екеуінің құны 60 теңге делініп тұр. Сондықтан 60-тан 40-ты азайтамыз. Тең болады 20 теңге. Күлгін кәмпиттің бағасы 20 теңге. Сары кәмпиттің құнын табу үшін бізде күлгін кәмпит пен сары кәмпиттің құны 70 теңге делініп тұр. Сондықтан 70-тен 20 теңгені азайтамыз. 50 теңге. Сары кәмпиттің құны 50 теңге. Келесі жасыл кәмпитті табу үшін бізде 2 көк түсті және 1 жасыл кәмпиттің құны 90 теңге делініп тұр. Сондықтан 90 теңгеден 40 кәмпитті, 40 теңгелік кәмпитті және тағы 40 теңгені азайтамыз. Сонда 10 теңге. Жасыл кәмпиттің құны 10 теңге. Кәмпиттердің денсаулыққа пайдасы бар ма? Ойыңмен бөліс. Кәмпиттердің денсаулыққа пайдасы да, зияны да бар. Аз мөлшерде
пайдаланған дұрыс. Және де көп мөлшерде пайдалансақ денсаулыққа зиянын тигізеді. Егер адам 10-12 сағат тамақ ішпесе, онда ағзадағы қант мөлшері азайып кетеді. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.